Батыс Қазақстан көненің көзінде болған тарихи мәдени ескерткіштерге бай өлке. Арасында осыдан 70 мың жыл бұрын салынған құнды мұралар кездеседі. Өңірде мемлекет қамқорлығына алынған 2162 нысан бар десек, соның 31-і республикалық деңгейде қорғалады. Былтыр бұл тізімге теңдессіз археологиялық олжа Жайық қалашығы мен Қазақ даласындағы соңғы хандық жүйе орын тепкен Бөкей ордасы енгізілді. Бүгінде еуропалық және азиялық үлгіні үйлестіре білген шаһардың қайталанбас келбетін сақтап қалуда қандай іс-шаралар қолға алынды? Арна тілшісі әңгімелейді. Оралға алғаш аяқ басқан адам өзін европалық қалада жүргенде әсерде қалады. Көшелерде қаз-қатар тізілген ғимараттардың қайталанбас архитектуралық келбеті кім-кімді де бейжай қалдырмасы анық. Шаһарда 18-20 ғасырларға тиесілі 80-нен астам тарихи нысан бар. Жыл сайын мамандар олардың жағдайын назарға алып, қасбетін қалпына келтіруде нақты шаралар қабылдайды. Ескі сәулет нысандарының көбі Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы бойында орналасқан. Ал бұл алдымен бизнес өкілдеріне оң жамбастан келіп тұр. Соңғы уақыттары тарихи ғимараттардың төменгі қабатын сауда-саттық орындарына айналдыру үрдісі кең етек жайған. Қазіргі таңда жекені қолына өткен 40-тан астам көне кезеңнің куәсі бар. 20 объектов находится в коммерческом использовании. Оның 20-сы коммерциялық бағытта қолданылады. Мұндай жағдайда нысанның сынын кетірмей сақтау заң бойынша кәсіп иелеріне жүктеледі. Әзірге заң талаптарын өрескел бұзған меншік иелері анықталмады. Керісінше, бизнес өкілдері ғимараттардың бұрынғы келбетін қалпына келтіруде белсенділік танытуда. Мәселен, былтыр талап жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің басшылығы Нұрсұлтан Назарбаев даңғылындағы тозығы жеткен нысанды сатып алып, дәріхана ашты. Жөндеу жұмыстары кезінде бізден оның бұрынғы келбеті қандай болғанын сұрады. Құрылысы сәйкесінше архивтен табылған сурет негізінде жүргізілді. Алайда мамандар бүгінде тұрғын үйге айналып кеткен тарихи ғимараттарды қалпына келтіруде бірқатар қиындықтар барын айтады. Они не стоят нигде, допустим. Олардың кейбіреуінде пәтер иелері кооперативі жоқ, сондықтан тұрғындар өз күштерімен ғимаратты күтіп ұстаулары тиіс. Заңда солай делінген. Мұндай мәселелі баспаналардың дені Чапаев, Некрасов көшелерінде орналасқан тұрғын жайлар. Қайткенмен де қала тарихынан сыр шертетін бұл нысандар бағзы қалпын сақтап қалуы тиіс. Сондықтан жергілікті билік оны өз бақылауында ұстайды. Тіпті қаланың тарихи аумағында биіктігі 4 қабаттан асатын ғимарат салуға шектеу қойылды. Бірізділік қажет. Жыл санап шаһардың ауқымы кеңейіп, бос жерлер игеріліп жатыр. Құрылыс кезінде сан жыл мұрты кертілмей жеткен мұраларды абайсызда бүлдіріп алу ғажап емес. Ал оны қалпына келтіру жаңасын салудан бетер қиын дейді мамандар. Сондықтан 2013 жылдан бастап мемлекет қамқорлығындағы ескерткіштерге атау белгі орнату қолға алынды. Видя этот знак, они уже понимают, что... Құрылысқа жауапты компания атау белгіні көре сала, ол жерде ескерткіш барынан хабардар болады. Газ су өткізгенде абайлау керектігін түсінеді. Біздің мамандар оларға құрылысты мейлінше қауіпсіз етіп жүргізудің схемасын жасап береді. Өйтпеген жағдайда әкімшілік жазаға тартылады. Қазірдің өзінде 200-де тарихи мәдени құндылыққа арнайы тақтайша қағылды. Бұл іс-шара оң нәтиже беруде. Соңғы рет келеңсіз жағдай 2014 жылы тіркелді. Шаһардың шырайына нұқсан келтіретін тағы бір нәрсе ретсіз ілінген билбордтар мен сүреңсіз жарнамалар. Алдағы уақытта тарихи мәдени ескерткіштер шоғырланған бөлікте маңдайшалар орнатуда ортақ талап қойылмақ, яғни бояу қарпіне дейін келісіледі. Инспекция мамандары тарихи мәдени мұралар тізімін қысқартуды да көздеп отыр. Өйткені кейбір көне ғимараттарды кім не үшін қорғауға алғаны белгісіз дейді олар. Дей тұрғанмен сарапшылар нысанның тарихи маңызын терең зерттеп барып қана қорытындысын маусым айында жариялайды. Назерке Тоғжан, Нұрлан Идеров, Алтынбек Қабделов, Ақжайық арнасы.